Математика 6 сынып 1 бөлім нөмірі 183 есеп. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Байсейітов Амангелді Гумарович. Есептің шарты: сағаттың минуттық тілінің ұшы 1 сағатта ұзындығы 31,14 см шеңбер сызады. Сағаттың минуттық тілінің ұзындығы неше сантиметр? Сонымен, сағаттың минуттық тілінің ұшы 1 сағатта ұзындығы 31,14 см болатын шеңбер сызады. Сағаттың минуттық тілінің ұзындығы неше сантиметр? 1 сағатта минуттық тіл циферблатты дәл 1 рет айналып шығады. Яғни, шеңбер сызады. Шеңбердің ұзындығының формуласы: шеңбердің ұзындығы с тең болады 2 көбейтілген пи көбейтілген r. Бұндағы пи тұрақты сан 3,14 тең, ал r шеңбердің радиусы. Бізге сағаттың минуттық тілінің ұзындығын табу керек. Бұл ізделінді ұзындық шеңбердің радиусы болады. Яғни, сағаттың минуттық тілі циферблатта шеңберді бір айналып шығады. Сағаттың тілі радиустың рөлін атқарады. Осы формуладан біз r-ді табамыз. r тең болады с бөлінген 2 көбейтілген пи. Есептің шартына сәйкес шеңбердің ұзындығы с бізде 31,14 сантиметр. Бөлімінде 2 жазып қоямыз. Пи бізде 3,14 мәнін қоямыз. Ары қарай есептеу қиын емес. 31,14-ті 3,14-ге бөлетін болсақ, бізде 10 шығады. 10-ды 2-ге бөлетін болсақ, 5 шығады. Сонымен бізде есептің жауабы 5 сантиметр. Яғни, сағаттың минуттық тілінің ұзындығы 5 сантиметр екен. Сонымен, құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта шеңберге және оның ұзындығына қатысты бір есепті толығымен талдадық. Дәлірек айтқанда 6 сыныптың математика оқулығының нөмірі 183 есебі. Шеңбердің ұзындығының формуласын қолдандық. Шеңбердің ұзындығы берілген, шеңбердің радиусын табу керек болды. Шеңбердің ұзындығының формуласынан r тең болады с бөлінген 2 көбейтілген пи деген шығады. С менен пидің орындарына мәндерін қойып, есепке қоямыз. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақ болса комментарийға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге, уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.